Орман шаруашылығы мен құқық қорғау саласының қызметкерлері шаһардағы сауда нүктелерін тексеруге алған. Өйткені шыршаның саудасы қыза түсуде. Шымкенттік базарларда табиғи шыршаның 10-ға жуық түрі сатылуда. Олардың кейбірі оңтүстік өңірінің арнайы егістік алқаптарында өсірілсе, өзгелері басқа өңірлерден жеткізілген. Тұтынушылар тарапынан сұраныс та аз емес. Көпшіліктің сұранысы енді әсіресе сол күздігін сол көктемде қыс ауасының сәл тоқтап қалды. Бағалар бәрі арзан. Мысалы үшін мыналар 2,000-2,5 мыңнан тұрады маржайниктер. Насасылар 14-15 мың тұрады. Әрқайсысы өзінің несіне қарап сатылады. Әкеліп жатқан нәрсенің бәрі неге заңға қайшы емес. Өзіміздің питомник, өзіміздің неміз, өзіміздің шығарып жатқан заттарымыз. Соңғы 2 жылда өңірде шыршаны кесу бойынша ешбір заң бұзушылық тіркелмеген. Дегенмен тұрғындар мен сатушыларға айыппұл көлемінің аз емес екені тағы бір түсіндірілді. Орман қорына зиян келтіргендер 600 мың теңге төлейді, немесе 75 тәулігін қамауда өткізетін болады. Облыс тұрғындар назарына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 340 бабына сәйкес қылқан жапырақты ағаштарды кескен үшін 600 мың теңгеге дейін айыппұл салынады. Түсіндіру шаралары барлық өңірлерде ұйымдастырылуда. Ішкі істер министрлігінің арнайы тапсырмасы болғандықтан шара желтоқсанның соңына дейін жалғасады. Ардақ Берден, Бауыржан Жусепов, Абзал Тұрабек, ТВК.